Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай, өзі қарапайым печеньенің рецептісімен бөлісемін. Бар жоғы 3 ингредиенттен дайындалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керектісі 3 жұмыртқа, шекер, қопсытқыш және де ұн қажет. Бар болғаны осы ингредиенттерден дайындалады. Енді барлық қоспамызды жақсылап миксерлейміз. Барлық қоспамыз әбден араласып, біркелкі түске енгенше осылай миксерлейміз. Біздің қамыр уже дайын болды. Бізге енді осындай бутылка қажет. Қамырымызды осындай ыңғайлы ыдысқа құйып аламыз. Сонда бутылкамызға төгіліп кетпей, жан-жағына шашылмай, жақсы құйылатын болады. Барлық қамырымызды осы бутылкаға құямыз. Содан соң бутылкамыздың қақпағының дәл ортасынан тесіп аламыз. Мен осылай тесемін. Әркім өз қалауынша өзіне ыңғайлы етіп кесуге болады. Енді бутылкамыздың аузын жауып, табада қамырымызды осылай дөңгелек формада пісіріп аламыз. Табаға ешқандай май жақпаймыз, жай ғана жақсылап қыздырып аламыз. Осылай дөңгелек тәрізді формаға саламыз. Біздің печеньелер тез піседі. 2 минут, 3 минутта пісіп шығады. Бізде пісіп дайын болды. Енді әбден суығаннан соң осылай ортасына сгущенка жағамыз. Дәл осы сгущенканың орнына вареный сгущенка қолдансаңыздар да болады. Өз қалауларыңызға қарай қалаған креміңізді қолдана аласыздар. Содан соң жандарына осындай орех сеуіп шығуға болады. Пісіп дайын тұрған барлық печеньемізді осылай жасап шығамыз. Барлық печеньеміздің жақпасын жағып, орех сеуіп болғаннан соң міндетті түрде тоңазытқышта 20 минут ұстау қажет. Біздің печеньелер дайын болып қалды. Барлық печеньенің ортасына начинкасын жағып болғаннан соң сгущенкамен осылай бетін әсемдеп шығуға болады.
осылай жұмсақ, өте дәмді, нәзік болып шығады. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Егер сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.